Dostlar, осы видеоны Android модели бар таныс білістеріңізге барынша таратуларыңызды сұраймын. 2 күннің бірінде келетін сұрақтың бірі платный подписка не болмаса жаңа приложениелерден мен аккаунтымнан ақша алып жатыр, қалай алып тастауға болады деген сұрақтар өте көп. Достар, дәл осы жерде көріп тұрғандарыңызда кино поиск тұр, тағы басқа нәрселер болады. Бірінші ай тегін, екінші айдан бастап ақша алынады. Дәл солай өз карточкаларын енгізеді, басқа қылады, ай сайын алып отыратын болады ақшаны. Соған бір кісілер настройкасына кіріп өз аккаунтын удалить етеді. Аккаунтты удалить еткенмен карточка еніп тұр, ақша алына береді. Одан ешқандай пайда жоқ. Одан кейін барып ақырында болмаған соң өзінің карточкасын ауыстырып жатады. Достар, учетный записқа кірсеңіздер, управление міне осы жерден өз аккаунтын удалить етеді. Бұның ешқандай пайдасы жоқ. Сіздер бір ғана нәрсе бар, өте оңай, өз қолдарыңызда тұр. Міне Google дегенге кіресіздер. Кез келген Android'та настройкасына кірсеңіздер, Google деген бар. Google'ге кіреміз, және осының үстінен бассақ, аккаунт Google деген тұр міне. Осыны басамыз, не болмаса управление аккаунтым деп тұрады. Міне главный личный информация, осыны жылжыта берсеңіздер, оңға қаратып, платежи подписка деген бар. Платежи подписканы басасыздар, достар. Мына жерде добавить способ оплата, не болмаса сіздің өзіңіздің карточкаңыз жазылып тұрады. Енді бірінші бұны удалить етіп тастамас бұрын мына жерде платный приложение, подписка жасаған приложениелеріңіздің барлығы тұрады. Ойын болсын, басқа болсын, ай сайын ақша алып отырады. Осының үстінен басасыздар, міне подписки деп тұр. Менде кино поиск қана тұр. Міне үстінен бастыңыздар, ашылады кино поиск. Және тағы да үстінен бір бассаңыздар, осылай шығып тұрады. Міне отменить подписку ең астында тұр, көрдіңіздер ғой. Отменить подписку, другое, сөйтесіздер бірдеме жаза саласыздар. Мысалға продолжить дейміз, отменить подписку. Қазір бір бассаңыздар, уже отмена болып кетеді. Түбегейлі енді сіз өз карточкаңызды өшіретін болсаңыздар, артқа қайтып, дәл осы жерден жоғарыға барсаңыздар, міне бірінші тұрған мысалға карточкаңызды. Способ оплаты екеу, үшеу болуы мүмкін, кез келген. Осылай үстінен басасыздар, оң жақта 3 точканы көріп тұрсыздар. Осы 3 точканы бассаңыздар, удалить способ оплаты дейді. Удалить дегенді басқан кезде бұл карточка түгелімен сіздің аккаунтыңыздан өшеді, және ешқандай ақша алынбайтын болады. Достар, осы видеоны барынша таратамыз. Кімде қандай сұрақ болатын болса, осы видеоға комментария қалдырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, комментария арқылы жаза беріңіздер, барынша жауап беруге тырысатын боламын. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаймыз. Баршаңызға ассалаумағалейкум.